Forbes журналы әлемдегі ең көп жалақы алатын спортшылардың рейтингін жариялады. Рейтинг бойынша ең көп жалақы алатын ер спортшылар арасында бірінші орында Криштиану Роналду тұр. Былтыр Лионель Месси бірінші орында болған еді. Ол енді екіншіге түсті. Америкалық журналдың мәліметіне қарағанда, португалдық сұрмерген Криштиану Роналду соңғы 12 айдағы жалпы табысы $136 миллион бағаланған. Ол бұл соманың үштен бірін ғана $46 миллион футбол алаңында тапқан. Тағы $90 миллион жарнамадан түскен табыстан алған. Лионель Мессидің жылдық табысы өзгерген жоқ. Оның табысы былтырғы $130 миллион болып қалды. Бұл ақшаның жартысы Adidas, Budweiser, Pepsi Cola және басқа брендтермен жасалған жарнамалық келісімшарттан алынған. Рейтинг бойынша 24 жастағы франциялық Килиан Мбаппе әлемдегі ең көп жалақы алатын спортшылардың үштігіне енді. Ол былтыр $120 миллион табыс тапса, оның 100 миллионы футбол алаңынан түскен. Сондай-ақ рейтингке 3 баскетболшы бар. Олар Лос-Анджелес Лейкерс командасының ойыншысы LeBron James 4-ші орында $119,5 миллион, Golden State Warriors сапындағы Стивен Карри 8-ші орын $100 миллион және Phoenix Suns баскетболшысы Кевин Дюран. Рейтингті жасаған кезде Forbes 2022 жылдың 1 мамырынан 2023 жылдың 1 мамырына дейінгі аралықта спортшылардың жалақысы мен барлық жүлде ақшалары мен бонустарын есепке алған.